Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жүктіліктің бірінші триместрі. Жүктіліктің бірінші триместрі алғашқы триместр. Жүктіліктің бірінші 12 апталары, яғни бірінші 3 айлар аралығын қамтиды. Жүктілік кезеңін 3-ке бөліп қарастырғанда триместр сөзінің қолданылуы өте орынды. Себебі ол 3-тен 1 бөлігі дегенді білдіреді. Бірінші ай. Ұрықтану болған соң бірнеше күннен кейін жатыр қабырғасына ұрық жабысады. Енді әйелді ресми түрде жүкті деп айтуға болады. Ұрық арнайы ферменттер бөлу арқылы ағзада өзгерістердің, яғни етеккірдің тоқтауына әсер етеді. 7 күннің ішінде бір ғана жасушадан тұратын ұрық 100 жасушаға көбейеді. Бойға біткен баланың алғашқы 3 ай ерекше уақыт. Себебі әйелдердің көпшілігі осы уақытта қиналады. Бірнеше жасушадан тұратын шақалақ жүктілік гормонын бөле бастайды. Күннен күнге шарана өсіп, жасуша түтікке ұқсас кейіп кеңейеді. Оның бір ұшы жуанданып, болашақ бастың сұлбасына ене бастайды. Бірінші триместрде шарананың жүрегі қалыптаса бастайды. Ол әзірше бір ғана камерадан тұрады. Екінші аптаның ортасынан жүйке жүйесі дами бастайды. 4 аптада болашақ бетінің екі шетінде әр қайсысында пигментті дискі бар көздің ойығы, аяқ қолы және барлық ішкі мүшелердің негізі қалыптаса бастайды. Бірінші айдың соңында шарананың бойы 4 мм болады. Екінші ай. Бұл кезеңде сәбидің бас миы жылдам дамиды. Шарананың басы денесінен 3-тен 1 бөлігіне ұлғаяды. Үтірге ұқсас шақалақтың жүрегі соға бастайды. Шақалақтың кіндігі жатырдың қабырғасына жабысады. Бет әлпеті көріне қоймағанымен көз бен құлақ тұсы нығыздала түседі. Екінші айдың соңына қарай шарананың саусақтар ақырындап білініп, жыныс мүшелері қалыптаса бастайды. 8-ші аптада ол шамамен 2,5 см болады. Үшінші ай. Үшінші айда әйелдің бет тазарып, шашы жиі майланбайтын болады. Керісінше құрғап кетеді. Омырауы ісініп, аса сезімтал болады. Зат алмасу 25%-ға жылдамдайды. Жиі шөлдеп, жиі терлегіш болады. Жатыры 10 см-ге жалпақтайды. Бұл уақытта сәбидің бет әлпеті біліне бастайды. Табаны мен қолының буындары пайда болады. Асқазаны мен шектері қалыптасып, бауыр өті түзіліп, тыныс алу жолдары қалыптасып үлгереді. Жүрегі ересек адамдағыдай 4 камерадан тұрады. Қан тамырлары дами бастайды. Ми қатпарлары мен сайлары пайда болады. Яғни әр минут сайын 4 миллионға жуық жаңа нейрондар пайда болады. Шеміршек бірте-бірте сүйекке айналып келеді. Шақалақ аяқ қолын қимылдата алады. Әрине оның қазіргі әлсіз қозғалысын анасы сезіне қоймайды. Оның бойы шамамен 10 см. Алғашқы триместрде болашақ анаға не қажет? Дәл осы кезеңде болашақ ана өз денсаулығына абай болу тиіс. Егер ана мен әкенің бойындағы тұқым қуалайтын аурулары болса, оның барлығы да осы жүктіліктің алғашқы 8 аптасына белгі береді. Қазіргі уақытта бойға біткен баланың 8-9 апталығында генетикалық тексерулерді өткізу мүмкіндігі бар. Жүктіліктің 11-12 апталығы кезінде УЗИ арқылы баланың әрбір мүшесінің қалыптасу барысын байқауға болады. Жүктіліктің алғашқы семестрінде денсаулыққа байланысты қатты мән беретін жағдайлар. Шылым шегу, ішімдік ішу секілді әдеттерден бас тартып, мүмкіндігінше жеміс-жидек, буға піскен майсыз тағамдар жеген жөн. Кешенді түрде дәрумендер қабылдау керек. Фолий қышқылы, мырыш, мыс, Б тобының дәрумендері мен селен баланың дене мүшелерінің дұрыс қалыптасуы үшін аса қажет. Вирусты инфекциялардан мүмкіндігінше сақтану қажет. Болашақ ананың тамақтануы. Алғашқы триместрде, яғни токсикоздың басында тамақ рахаттандыратын және ыстық емес болуы керек. Алғашқы 3 айда тұздалған қияр, орам жапырақ және тағы да басқа қышқыл немесе тұзды тағамдарға тәбет ауады. Бұл дұрыс құбылыс. Тұзды тамақ сізге қажет. Міндетті түрде қайнатылған ет пен балық жеу керек. Жатырдағы болашақ балаға жануарлар ақуызында кездесетін амин қышқылдары қажет. Ана мен жатырдағы балаға көп мөлшерде кальций керек. Сол үшін анасы ірімшіктер мен сыр жеу керек. Ысталған, қақталған, қуырылған, консерватталған тамақтар жеуге, сонымен қатар көп мөлшерде кофе ішуге болмайды. Ет пен сүттің және балықтың шикі өнімдерін жеуге болмайды. Олардан адамды астан уландыратын індеттер жұғады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.